Біріншіден, егерде бұл дұрыс айтасыз, бізде заңнамада, азаматтық кодексте тағы бір бап бар. Егерде жаңағы келтірілген зиян жәбірленушінің немқұрайымдылық қарауынан болған болса, онда сот жартысына дейін төмендетіп тастауға, жаңағы соманың бағасын, мысалға бөтелке осындай тұратын болса, төмендетіп тастауға, немесе толық босатуға құқылы деп көрсетілген сотта. Енді бұнда айтайын деп тұрған, егерде ол жаңағы қандай да бір дүкендегі шөлмек болсын, басқа да тауарлар болсын, олар яғни адамның қолайсыз жерінде тұрса, мысалға өтіп бара жатып, мысалы бір азамат бутылканы қойып кетсе жерге, сіз өтіп барып аяғыңызбен қағып кетсеңіз, онда жауапкершіліктен босатуға болады ол азаматты. Егерде Қазақстан Республикасының 917 бабында көрсетіп тұр, егерде қандай да бір зиян келтірсе, оны толық көлемде, яғни өтеуі тиіс деп. Мысалға, егерде шөлмектеп тұрған жерде, ол ыңғайлы жерде тұр, бірақ та ол азамат өзінің, яғни қандай да бір ыңғайсыз әрекеттеріне байланысты, немесе аяғы тайып кетіп жаңағы жүрген жағдайда, оларды жауапкершіліктен босатуға болмайды. Өйткені жаңағы 190 баптың бірінші бөлігінде, яғни көрсетілген онда. Яғни онда бұлай деп жазылып тұр. Егерде жаңағы екеуінің арасында, сатып алушы мен сатушының арасында қандай да бір келісім шарт болмаған жағдайда, ол жаңағы алайын деп тұрған нәрсесі, яғни жаңағы сатып алушының меншігіне өтеді деп көрсетілген. Сол себептен ол азамат, яғни оны төлеуі тиіс. Өйткені ол тікелей оның заңсыз іс-әрекет арқылы. Өйткені дүкенге барған жағдайда жаңағы бүкіл витриналар тұрады. Енді егерде ол витринаның шетіне қойып кеткен болса, әрине ол немен жаңағы бейне жазбамен дәлелденіп тұрса, онда жаңағы дауласуға болады.